pretty women деген тақырып. Vocabulary сөздік. Мыналар қандай сөздік? Бұлар сын есімдер. Сын есім дегеніміз adjective. Adjectives сын есімдер. Сын есімдер көпше түрі, иә. Adjectives дегеніміз зат есімді суреттейді. Мысал үшін nouns зат есімдер, adjectives сын есімдер. Осы сын есімдер заттың сипатын білдіреді. Яғни зат есімді суреттейді. Мысалға American house. Мысал үшін, иә. Big apple. New York. Yellow taxis. Blue jeans. Pretty women. Fast food. White house деген сияқты. Жақсы. Енді біраз сөздікті тағы бір көріп шығайық. Colors and common adjectives. Түстер және жалпы қолданылатын сын есімдер. Түстерді сын есімді үйреніп отқан себебіміз ақ машина деп қандай машина екенін білдіретін сын есімге жатады. Сондықтан да сын есім adjective өтеміз. Пауза қойып мыналарды жазып шықсаңыз болады бірінші. Енді мен оқимын, тексересіз. Red, blue, yellow, orange, black, white, pink, green, brown, gray. Келесі. Мына адамдарға, мына суреттерге қарап, олардың суреттелуін тапсаңыз болады. Мысалы үшін big. Бірінші сурет үлкен, е? Үлкен, big. Қалған қалай болады? Пауза қойып орындаңыз. Енді тексереміз. Expensive. Now bad. Now old. Now easy. Now wet. Now rich. Fast. Now dirty. Now empty. Now high what? Now beautiful. Now dangerous болады. Келесі. Енді мына сөздермен мына сөздерді біріктіреміз. Пауза қойып орындап көріңіз өзіңіз. Енді бірге істейміз. Bad. Қарама-қарсы қалай болады? Қарама-қарсы жаман, е? Жақсы болу керек қой. Good. Beautiful. Ugly болу керек. Ugly бар ма? Ugly. Big. Small. Dangerous. Dangerous. Safe болу керек. Safe. Dirty. Clean. Easy. Difficult. Empty. Full. Expensive. Cheap. Fast. Slow. High. Short. Low. Low деген төмен деген сияқты. Past дегенді білдіреді. High деген big деген білдіреді. Old. Old деген ескі, жаңа керек. New. Rich. Poor. Wet. Dry. Арғарап сөйлесу керек. Енді сіз осы сөздің барлығын сөздікке жазып, сөздікпен аударып, жазып, жаттаңыз жарайды ма? Енді, what's the opposite of cheap? Арзан дегеннің қарама-қарсысы не дедім? Сіз айтасыз expensive, иә? Сіз жауап бересіз. Мен сізден сұраймын, сіз жауап бересіз. What is the opposite of bad? Жаман дегеннің қарама-қарсысы не болады деймін? Сіз айтасыз it is good деп жарайды ма? Мен кідірген кезде сіз сөйлесіз. Екеуміз сөйлесеміз сонда. 1, 2, 3. What is the opposite of cheap? What is the opposite of high? What is the opposite of beautiful? What is the opposite of dirty? What is the opposite of empty? Жақсы. Енді vowel sounds. Дауысты дыбыстарды оқып шығайық. I,
Kechirasiz. I dыбысталуу, ya. I, U, I, O, E. Осыны сіз өзіңіз толтырып көріңіз, дәптерге пауза қойып, оқып мыналарды. Енді тексереміз. Мұнда cheap, мұнда expensive, easy, slow, new, white, beautiful, dry, wet, old, low, empty, clean, high. Жақсы, енді грамматика дейді. Грамматика. Adjectives go before немесе after a noun. Зат есімнің бұрын ба, кейін ба, қашан қолданамыз сын есімді? Дұрыс. Before a noun. Зат есімнен бұрын. Adjectives change, don't change before a plural noun. Көпше зат есім қолданған кезде сын есімдерде өзгере ме, көпше жекеше болып? Don't change. Олар өзгермейді, я? Мысалы, it is a big house. Ол үлкен үй. Noun, зат есім, үлкен, сын есім, adjective. They are pretty flowers. Flowers деген көпше зат есім, pretty, сын есім, өзгермеді, я? They are big houses. They are big house. Big деген өзгермейді бәрібір. Adjectives go before a noun. Сын есімдер зат есім алдында қолданылады. Adjectives don't change before a plural noun. Көпше зат есімде сын есімдерді біз өзгертпейміз. Енді мына жерде сын есімдердің астын сіз сызып шығыңыз. Мысалға, she is a beautiful actress дегенде beautiful сын есім. Сіз сын есімдерді көшіріп, дәптерге көшіріп шығыңыз. Пауза қойып орындаңыз тапсырманы. Тексереміз. Hi, I am Carla. Nice to meet you. Nice. Do you like Japanese food? Japanese. It's an international school. International. They are a typical British family. Typical British. My father makes fantastic pasta. Fantastic. Do you work with other people? Other. I'm a professional footballer. Professional. We are good friends. Good. Жақсы, келесі. Are the highlighted phrases right or wrong? Мына сөздер дұрыс қолданылған ба, қате ма, соны көреміз. Дұрыс болса, птичка қойып кетеміз. Қате болса, дұрыс сөйлемді дәптерімізге жазамыз. Мысалға, she has red hair болу керек. Қате деп, she has red hair деп жазды. Сол сияқты мына сөйлемдерді дұрыс екен деп қоясыз, немесе қате болса жөндеп жазасыз. Паузаға қойыңыз. Ал енді сіздің жазғаныңызды тексереміз. Do you like fast cars? Дұрыс. They are French girls. Дұрыс. I have a big family. Қате, a big family болу керек. He's an English actor. Дұрыс. They are new boots. New болу керек. Көпше болып кеткен. Қате. It is an expensive flat. An expensive flat болады. Артиклді n қыламыз. Одан кейін expensive кетеді. Одан кейін барып flat болады. Жақсы. Енді біз сөйлем құрастырамыз. Сөз таптарын құрастырайық. Сөздерді құрастырамыз жалпы. Мысалы үшін, мынау полный тұрған ай, толық ай. Full moon. Мысалға мынау биік тау. A high mountain. Мысалы үшін, немесе көк. A blue mountain деген сияқты. Сіз түстерін айтып, және де мынау заттарды суреттей отырып, заттарды атап шығыңыз сын есіммен. Пауза қойып орындаңыз. Жақсы. Енді тағы да мен бір-екеуін айтып кетейін. A black umbrella. Немесе a wet umbrella. A beautiful dress. Сол сияқты сіз және де пауза қойып айтып шығыңыз. Жақсы, келесі. Who are they? Мына адамның түріне қарап, мынау кім екенін табыңыз. Мынау да кім екенін табыңыз. Мына жерде суреттеп қойғанды оқып, тапсаңыз да болады. Пауза қойып орындаңыз. Енді тексерейік. He is a famous singer. He is very tall and good looking. He has short dark hair. He is Spanish, but he lives in America. He sings in Spanish and in English. Enrique Iglesias cevabı.
She's a beautiful actress. She's very tall and thin. She has red hair. She lives in Australia. She has 2 adopted children. Nicole Kidman. Yeah. Жақсы. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыз.